26 тамыз күні 9-шы өрт сөндіру бөліміне дабыл түсті. Зеленский көшесі ДВ-1 5-ші квартира жайынша өрт болды. Біз 2 шотпен өртке сол барып қалдық. Екінші этаж жағып жатыр екен. Менің жұмысым не болды? Электр энергиясын өшіру керек болды. Мен подвалдан кіріп тоқты өшірдім. Тоқты өшіргеннен кейін аппаратқа қосылып, жаңағы адамдарды шығаруға тырыса бастадым. Сосын үшінші этажға көтерілген кезде баланың дауысын естідім. Бала енді ішіне кірдім. Бала анасымен отыр екен. Сосын сол құтқару қалпағын кигізіп алып шықтым. Далаға шығардым анасымен баласын. Барлығы 7 адам құтқарылды. Олардың біреуі 1,5 жастағы бала, 10 адам эвакуацияланды. Сезінетін дегенде бұл біздің жұмысымыз ғой. Айта алмаймын енді ол қалай. Жақсы ретінде бір адам жақсылық істеп жатқандай болсын ғой енді. Сауабым бұл жұмыс. Дауыстар естілді. 4-ші қабаттан көмек сұрап жатқан адамдар болды. Мен автор саты жүргізуші. Кішкене қиыншылықтар болды. Лестницаны орнату үшін 4-ші қабатқа автор сатын орнатып, 4-ші этаждан 2-ші қоттың жүргізуші Арон Нұрсұлтан екеуміз 4-ші қабаттан үлкен кісімен немересін алып шықтық. Внучка в истерике кричит: «Спасите, помогите, горим». И пожарные подъехали, молодцы, лестницу прям на балкон. И я не могу отсюда вылезти, сил нет, ноги отказали с испугу. И один прям залез внутрь, меня чуть ли не поднял, на эту лестницу железную посадил. Один снизу идет к нам, второй сзади, их двое даже поднялись. Один котика взял, другой внучку сзади толкает, быстрее, потому что на 5-м этаже. Тоже бабушка стояла одна, на 5-м, выше. Пацан молодой, хороший, хотел поднять, он меня на спину ложит, а я боюсь упасть вот так вот. И кое-как я пока вышла, уже подходим к низу, один прям, знаешь, подбежал, поднял мне внучку, как это нашу. Ну, молодцы, ребята.